Түркістан облысының Ордабасы ауданындағы Төле Байтөбе қорымынан Қағылы дәуіріне жататын бірегей археологиялық жәдігерлер табылды. Археологиялық зерттеу жұмыстарын Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің мамандары жүргізген. Ғалымдар Төле Байтөбе қорымындағы бірнеше обаны зерттеп, олардың арасынан Қаңлы мемлекеті кезеңіне тән желеу кешендері анықталған. Қазба барысында қыш ыдыстар, сапты аяқтар, темір жебе ұштары, белдік пен аяқ киімнің тоғылары, тұғырлы тостаған сияқты көне бұйымдар табылған. Сонымен қатар құм ыдыстарының сынықтарынан сақталған мата іздері де анықталған. Бұл сол кезеңде тоқымашылық кәсібінің болғанын көрсететін маңызды дерек саналады. Мамандардың айтуынша табылған жәдігерлер Қаңлы дәуіріндегі адамдардың тұрмыс-тіршілігі, дүниетанымы мен жерлеу дәстүрін зерттеуге мүмкіндік береді. Қазір адам сүйектері антропологиялық сараптамаға жіберіліп, олардың жасы мен өмір сүру ерекшеліктері анықталмақ. Зерттеу нәтижелері Түркістан өңірінің ежелгі тарихын толықтырып, Қазақстан археологиясы үшін маңызды ғылыми жаңалықтардың бірі болып отыр. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының мүше мемлекеттер арасында мәдениет саласының цифрлық бағытты дамытуды ұсынды. Қазақстан тарапынан ортақ цифрлық кеңістік құру бастамасы көтеріліп, ұйымға мүше мемлекеттердің мәдени мұрасын заманауи технологиялар арқылы таныту мәселесі талқыланды. Жоба жүзеге асқан жағдайда елдердің музей қорлары мен тарихи құндылықтарын бір ортақ платформаға біріктіруге мүмкіндік туады. Бұл әр елдің мәдени мұрасын кең аудиторияға танытып, оған қолжетімділікті арттыруға жол ашады. Қазақстан соңғы жылдары мәдениет саласын цифрландыруға ерекше көңіл бөліп келеді. Елде музейлердің бірыңғай цифрлық жүйесін қалыптастыру, тарихи мәдени мұраны электронды форматта сақтау бағытындағы жұмыстар жүргізілуде. Петропавлдық қолөнер шебері қазақтың ұлттық киім үлгілерін ерекше тәсілмен дәріптеп келеді. Олар қуыршақтарға ұлттық нақыштағы киімдер тігіп, халқымыздың мәдени мұрасын жаңа форматта таныстырып жүр. Шебердің жасаған қуыршақтары тек сәндік бұйым емес, ұлттық киімнің ерекшелігін көрсететін шығармашылық туындыларға арналған. Әрбір образда қазақи дәстүр, ою-өрнек және киім үлгілерінің өзіндік мәні көрініс табады. Қолөнерші қуыршақ жасаумен бірнеше жылдан бері айналысады. Оның айтуынша әр бұйымды дайындауға үлкен ізденіс пен ұқыптылық қажет. Себебі шебер қолмен жасалған әр қуыршақтың өзіндік бейнесі болады, бірін-бірі қайталамайды. Ұлттық киімдегі қуыршақтар топтамасында қазақ мәдениетіне тән түрлі образдар бар. Шебер бұл еңбегі арқылы өскелең ұрпаққа ұлттық құндылықтарды насихаттап, дәстүрлі киімдердің маңызын көрсетуге мақсат етеді. Бүгінде қазақ нақыштағы мұндай қолөнер бұйымдарына қызығушылық артып келеді. Шеберлердің еңбегі ұлттық мұраны сақтап, оны заманауи үлгіде танытуға мүмкіндік беріп отыр. Маңғыстау облысында әлемге әйгілі актер Джеки Чан қатысатын халықаралық Құдайдың сауыт сайманы 4 соңғы шешім фильмінің түсірілімі басталды. Киножобаның негізгі түсірілім алаңдарының бірі ретінде Маңғыстаудың ерекше табиғи орындары таңдалған. Атап айтқанда фильм кадрлары өңірдің көрікті ландшафтары аясында түсірілмек. Жаңа туынды Джеки Чанның қатысуымен түсіріліп жатқан халықаралық жоба саналады. Фильмнің түсірілім жұмыстары Қазақстанның бірнеше өңірінде, оның ішінде Маңғыстау облысында өтеді. Мамандардың айтуынша мұндай ауқымды жобалар Қазақстанның табиғи аймақтарын әлемдік көрерменге танытып, елдік кино саласы мен туристік әлеуетін көрсетуге мүмкіндік береді.